Батыс өңірінде орналасқан Орал шаһарының сәніне сән қосып тұрған ғажайып ғимараттардың бірі Қадыр Мырза Әлі атындағы облыстық мәдениет және өнер орталығы. 2015 жылы бой көтерген ғимараттың жалпы көлемі 3960,7 шаршы метрді құрайды. Әдеттегі нысандардай төртбұрышты емес, жалпы пішіні жарты шар тәріздес. Жанындағы қабырғасы толқынға ұқсайтын заманауи сәулет үлгісіндегі ерекше ғимараттың авторы Халықаралық архитектура академиясының архитекторы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Саматбек Тәженұлы Бөкебай. Ғимараттың дөңес жақ бетінің ең жоғарғы төбесі үш бұрышты болып басталып, ақ түсті жабындымен қапталған және төменгі бөлігінен көк түсті әйнек терезелерді байқауға болады. Ғимараттың бұл жағындағы сыртқы көрінісі киіз үйге ұқсайды. Алайда сәулетшілер мұндай идеялармен ұлттық нақышты заманауи үлгіде көрсетуді көздегендері байқалады. Ғимаратқа кіру жағы да нысанның осы дөңес бетінде орналасқан. Алдыңғы кіреберісте қызғылт түсті тіреу бағандар және әйнекпен қапталған есік орналасқан. Есіктің жоғарғы жағында мекеменің атауы жазылған. Ал ғимараттың толқынға ұқсас жақ бетіндегі панельдер түріндегі терезелердің көп бөлігі қанық көк түсті. Сонымен қатар горизонталь бағытта ақ түсті жолақтармен бөлінген. Айта кетерлік бір ерекшелігі, ғимараттың толқынды жақ бетінде сонау Колизейден бастау алған дүние жүзіндегі санаулы ашық аспан асты сахнасының сапына енген 1125 орындық амфитеатрдың болуы. Орталықтың бірінші қабатында мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның халық жазушысы ақын Қадыр Мырза Әлінің мемориалдық кабинеті, ақын Жанғали Набиуллин атындағы оқырман бөлмесі бар. Ал екінші қабатында 150 орындық концерт залы орналасқан. Сондай-ақ орталықта конференц залы және көрме залдары бар. Ғимарат алдында Қадыр Мырза Әлі ескерткіші монументалды мүсіні бар. Монумент авторлары мүсіншілер Ренат Әбенов, Ербол Зиябеков, Ибрагим Айденов. Мүсін барлық жағынан панорамалық түрде қаралады. Биіктігі 3,15 метр. Қадыр Мырза Әлінің отырған қалпындағы қоладан жасалған мүсіні төртбұрышты гранит тұғырға орнатылған. Оның іргетасының ауданы негізгі профильді түріне жоғары қарай кеңейтіледі. Мүсінде қолында кітабы бар Қадыр Мырза Әлінің креслода отырып, жаңа ғана жазған шығармасының тұңғиығына еніп, көз қарасынан терең ойға батқанын білдіретін бейнесі бейнеленген.